Мен де сен сияқты катаклизмдер әрқашан болған және болады деп ойладым. Біз оған ештеңе істей алмаймыз. Өйткені бұл табиғат қой. Бірақ бұл мәселені тереңірек зерттей бастағанда, мен оның керісінше екеніне көз жеткіздім. Ғылым бір орында тұрмайды ғой. Және апаттармен күресуге мүмкіндік беретін технологиялар бар. Бейнені осы арнада көріңіз. Онда пәрі егжей-тегжейлі баяндалған. Біздің планетамызды климаттық өзгерудің 12 мың жылдық цикліне енді. Яғни апаттар күн сайын күшейе түседі. Егер қазір ештеңе істемесек, жақын арада бізде жабдық та, зертхана да, ғалым да қалмайды. Бәрі жойылады. Ал апаттар күн сайын күшеюде. Біз қазір құнды уақытымызды жоғалтып жатырмыз. Климатқа қатысты мәселені шешу үшін үздік мамандар, ғалымдар қажет. Мұндай ғалымдар бүкіл әлемде өте аз, шамамен 200 адам. Бірақ олардың барлығы әр түрлі мемлекеттерде тұрады. Және де бүгінгі саяси жағдай ғалымдардың бірлесіп жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Біздің әрқайсымызға көп нәрсе байланысты. Ғалымдарды біріктіруге тек біз ғана қарапайым адамдар жағдай жасай аламыз. Сондықтан климатқа не болып жатқаны туралы үндемеу бұл қылмыспен тең. Мен сіздерге назар аударуларыңызды сұраймын. Себебі сіздер іс-әрекеттеріміз қазір өте маңызды екенін түсіндім. Ақпаратты зерттеп, басқа адамдарға хабарлаңыз. Қоғам болып, резонанс көтеру қандай күш екенін түсініңіз. Адамзат ортақ мақсатпен біріккенде, біздің неге қабілетті екенімізді өзіңіз көз жеткізесіз. Үндемей қалмаңыз. Айтыңыз, сонда біз де басқалар да ести бастаймыз.